Индонезияда ұсталған күдіктілердің жаңа фотосы тарады. Атырау облысында ата-енесін өлтірді деген күдікке ілініп, Индонезияда ұсталған Сұлтан Сәрсемәлиев пен Ақбаян Мұханғалиеваның тағы бір суреті жарияланды. Бұл туралы ертең media.kz сайты хабарлайды. Тараған кадрдан қолына кісен салынған Сұлтан Сәрсемәлиев пен қасында отырған әйелі анық байқалады. Ал Ақбаян Мұханғалиеваның қолында кісенінің жоқ екені көрінеді. Олардың арт жағында тұрған адамдардың Индонезия полициясы қызметкерлері болуы мүмкін. Бұған дейін ерлі зайыптының Ломбок аралындағы Сенару ауылында ұсталғаны хабарланған. Қазір оларды Қазақстанға экстрадициялау мәселесі қарастырылып жатыр. Мәліметке сүйенсек, арнайы операция 24 ақпан күні өткен. Қылмыстық іздестіру бөлімінің басшысы Коман Квиландра күдіктінің Сенару ауылында жүргенін анықтағаннан кейін жедел ұстау шарасы жүргізілген. Құқық қорғаушылар қонақ үйге кірген кезде Сәрсемәлиев қашып шығуға әрекеттенгенімен көп ұзамай құрықталған. Қадірлі көрермендер, бұл істің әр жаңа фотосы шыққан сайын қоғамның назарын аударатын сияқты. Қолына кісен салынған күдіктіні көру жағдайдың қаншалықты ауыр екенін көзбен көргендей әсер береді. Бірақ суретке қарап-ақ біреуге үкім шығару дұрыс емес деп ойлаймын. Қазір айтылып жатқанның бәрі тек тергеудің нұсқасы. Ақбаянның қолында кісеннің жоқтығы да жұрттың түрлі ойына себеп болуы мүмкін. Алайда оның құқықтық мәртебесін, бұл іске нақты қатысы бар жоғын тек тергеу анықтайды. Сондықтан сырттай баға беруге асықпаған жөн. Ең бастысы әділдік. Егер қылмыс дәлелденген болса, заң алдында жауап беруі тиіс. Ал нақты шындық толық ашылмайынша сабыр сақтап ресми қорытындыны күткен дұрыс сияқты.